қайырлы күн. Біздің сүйікті де сүйкімді оқушы дауысы атты подкастымызды сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Араға ұзақ уақыт салып, орталарыңызға қайта оралдық. Бүгін біздің талдайтын тақырыптарымыз өте ерекше. Біз үнемі ерекше тақырыптар талдаймыз. Бүгін талдайтын шығармамыз Бейімбет Майлин атамыздың Шұғаның белгісі шығармасы. Бұл шығармада таза махаббат, әлеуметтік теңсіздік, қоғамның ойларының кесірінен махаббатқа әсері, адамдардың сезіміне әсері айтылған болатын. Ал сұрақтар айдарына көшейік. Қыздар, қалдарыңыз қалай? Жақсы, керемет. Өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Өткен мерекелерің құтты болсын, және біздің қыздар, әйелдер қауымы барлықтарыңызды өткен мерекемен құттықтаймын. Ал сұрақтарға көшетін болсақ, неліктен қоғамдағы бай кедей айырмашылығы адамдардың тағдырына әсер етеді? Менің ойымша, бай мен кедей бұл біздің қоғамымызда күнделікті болатын сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Және де байдың сөзі менің ойымша өте, адамға өтеді, себебі оның ақшасы бар, ал кедейде көбісі тыңдамайды, оны құрметі жоқ болады деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша бұл әрине дұрыс емес, себебі адамның ақшасы емес, адамның душасы более важный деп ойлаймын. Қоғамда бай мен кедей арасындағы айырмашылық ол әртүрлі болады. Бай адамдарға ең бірінші билікке және де олардың еңбектері соларға қарап бағалайды. Ал кедей адамдарда олардың мүмкіндігі шектеулі болады. Адамдардың тағдырына әсер етеді. Себебі бай адамдарда көбінесе мүмкіндік көп болады деп айтуға болады. Ал кедей адамдарда мүмкіндік шектеулі, бірақ та адамның ой санасына, ішкі түрткіне байланысты деп ойлаймын. Және де қазіргі таңда және де өткен замандарда осындай ұғым болған. Бай мен кедейдің теңсіздігі, ол ұғымға мен келісемін, себебі сол кездегі алып өте кетсек ең әйгілі бір суретшілердің бірі болып табылатын Ван Гог деген кісі болған. Ол кісі кедей тұрса да өте керемет суреттерін салған, бірақ оның ақшасы болмағандықтан ол ешқалай бір музейға барып бір сатылмаған өзінің суреттерін. Ал қазіргі таңда ол кісі қайтыс болғаннан кейін оның әйгілі суреттері бар. Ал ол кезде оның ақшасы болмағандықтан ол өзінің суреттерін танымал қалмады. Қыздар, рахмет. Бірақ барлықтарың айтып жатсыңдар, байдың мүмкіншілігі көп, ал кедейдің мүмкіншілігі аз деп. Менің ойымша, ол материалдық жағдайда емес. Адамдар өз тағдырын өзі жасайды. Көбісі айтады, ой, мен тағдырыма осылай жазылған, мен осылай кедей болып өтем, немесе мен қолымнан ештеңе келмейді. Адам өз тағдырын өзі жасайды, яғни өз тағдырына өзі әсер етеді. Сондықтан тіршілік болған жерде береке бар. Бізден әрекет, Алладан берекет деген секілді. Сондықтан ол бай кедейдің тағдыры материалдық жағдайда емес сияқты. Шынайы махаббатқа қоғамның кедергі болуы дұрыс па? Менің ойымша әрине жоқ, себебі шынайы махаббат, бірақ негізі егер адамдарда шынайы махаббат болса, олар менің ойымша барлық қиындықтардан өте алады. Менің ойымша бұл жақта екі жақта жоқ деп жауап беруге болады, себебі кейде қоғам бізде адам танып біледі. Кейде ол пікір шынайы махаббат болса, егер адам өзінің ішкі түйсігін тыңдайды, өзінің жүрегін тыңдайды, ал қоғам болса оған қарсы тұруға жүгінеді деп ойлаймын. Бірақ та әртүрлі пікірлер, әртүрлі өмірлік жағдайлар. Қандай сұрақ болды? Шынайы махаббатқа қоғамның кедергі болуы дұрыс па? Шынайы махаббатқа қоғамның кедергі болуы дұрыс емес, өйткені шынайы махаббатта екі адамның сезімі болады ол жерде, ал қоғамның кедергі болуы ол дұрыс емес деп түсінемін. Менің ойымша да қоғамның кедергі болуы мына жерде құп деп санамаймын, себебі
шынайы махаббат болғаннан кейін адамдардың бірге болғаны дұрыс деп санаймын. Олар әрдайым шынайы махаббат деген ол адамдардың бірдей ойы, көзқарасының өмірге деген бірдей болуы. Сол себепті қоғам не демесе де шынайы махаббат бірдей болу керек. Иә, рахмет. Бірақ мен ұлысымен шынымен келсем, кейде қоғамның айтуы да бір дұрыс болып жатады. Бірақ шынайы махаббат деген ол екі адамның арасындағы ұлы сезім. Оған кейде қоғамның араласуы дұрыс емес. Әсіресе бір-бірін қалап, бір-біріміз үшін жаратылғанбыз деп тұрған жандардың ортасына түсу дұрыс емес. Олардың бақытына қол соғу дұрыс емес. Адамның бақытты болуы үшін байлық маңызды ма, әлде сезім бе? Мен өз ойымды айтып кететін болсам, мысалы, байлық ол біздің жақсы өмір сүруімізге жаңағы материалдық ресурс болады, ал сезім ол рухани байлық. Бірақ кейде анау айтып жатады ғой, байлықтың ол шынайы сезім, шынайы бақытты қыла алмайды, бәрібір де сезім керек, отбасы керек, анау керек, мынау керек дейді. Кейде отбасы құрып та, сезім болып тұрып та бақытсыз болып жатқан жандар көп. Менің ойымша барлық адамдар өзінің өмірін более комфортный болу үшін жұмыс істейді. Және де әрине, егер адам бай болса, ол бір жағынан бақытты болады. Адамдар енді бақыт ол да субъективно ғой. Біреу үшін жай бүгін тұрып күнді көрген бақыт, біреу үшін ол жай ғана күнделікті зат деуге болады. Сол үшін, бірақ менің ойымша, егер адам кедейлікті көрсе ғана, ол байлықты шынымен будет этим гордиться, типа такого. Байлық арқылы адам ол өмірін жақсарта алады, және де ол бақытқа алып келеді, ал ол бақыты көп деген жылға дейін емес. Ал сезім арқылы ол рухани сезімін және де рухани байлығын жаңартылады. Аружан, мен сенімен келісемін. Бақытты болу үшін әрине екі жақта қажет, маңызды, бірақ сезім ұлы деп жатыр Нұрсила, сондықтан ол барлық жерде шеңгелетін сияқты. Білмедім осыны. Кейде адамдар бір-бірі үшін жаратылмаса да қосылып жатады. Олардың арасында кішкене сезім болып, бірақ кейде өшіп, содан бақытсыз болып жатады. Яғни Таныр айтып кеткендей, жаңа адам бақытын өзі әртүрлі таңдайды. Кейбіреуі байлықтан бақыт тапса, кейбіреуі сезімнен бақыт табады. Яғни әр адамның таңдауы әркімде. Сенің ойың тыңдасақ. Менің ойымша бақыт деген өте күрделі тақырып болады. Себебі әркімнің бақыты әртүрлі. Кейбіреуде ол повседневный жағдайларда болса, кейбіреуде бір углубленный рухани андай жағдай болып қалуы мүмкін. Сол себепті бақытты болу деген, білмеймін. Менің ойымша байлық бақытты болуға қалай айтсам болады? Байлықтың бақытты болуға маңызы зор ма, жоқ па? Байлықтың бақытты болуға маңызы зор. Иә. Қазіргі заманда тем более зор. Әлеуметтік әділетсіздік бүгінгі қоғамда бар ма? Менің ойымша әрине бар. Әлеуметтік әділетсіздік бұл күнделікті жағдайларда көрінеді. Мысалы бір жаққа баратын кезде адамның қалай бару, адамның не киюі, не жеуі, ол барлығы, қалай ол не таңдаса солай болады деп ойлаймын. Иә, Таныр, мен сенімен келісемін. Қазіргі өзіміздің даже арамызда болады. Адамның өзінің ішкі түйсігінде мен қазір мынаны кисем ұят болмай ма, не болады, жұрт не дейді, жұрт не демейді. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Қандай сұрақ болды? Менің ойымша қазіргі таңда әлеуметтік әділетсіздік бар. Өйткені қазір барлығы материалдық жағдай және де ата-анасының қарсы болуы және де қандай киім, сол туралы да болады деп ойлаймын. Менің ойымша әлеуметтік әділетсіздікте ешқандай жаман нәрсе жоқ. Әлеуметтік теңсіздікте
қазіргі заманда және де өткен замандардан келе жатқан бір өзекті мәселелердің бірі болып келеді. Әлеуметтік теңсіздік ол бет әлпетке, киімге және де адамның өмір сүретін құрпына жатады. Сол салалардан әлеуметтік теңсіздік болуы шығады, сол салалардан. Әлеуметтік теңсіздік менің ойымша әр заманда болады, және де оны кетіру үшін адамдар өзінен бастау керек деп ойлаймын. Иә. Таныр, сен жаңа соңғы сөздерінде айтып кеттің ғой, әлеуметтік теңсіздіктің ешқандай зияны жоқ. Менің ойымша бар. Себебі әркім өзі біледі ғой не істесе де, оған ешкімнің кедергі болмауы қажет деп ойлаймын. Иә, менің де ойымша Танырдың сөзіне соны естіп қалдым. Әлеуметтік теңсіздік әр қоғамда болады. Біздің қаншама ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан жаңағы мәселе десек болады. Сосын жарайды, жалғастыра берейік. Сүйген адамын қорғау үшін адам қандай қадамдарға бара алады? Мен өзім айтып кететін болсам, шын сүйген адам ол қалаған кедергіні жеңеді. Бірақ екі адамның ортасында ол взаимный отношение болу керек қой. Кейде мысалы біз көбінесе бүйтіп айтамыз, ұлдар бүйтіп сәркет жасау керек, ол бүйтіп жүгіру керек, ол до конца бару керек деп. Егер қыз қаламай тұрса, ол ұлды да олай қинауға болмайды. Мысалы қыз арасында жүгіреді, егер ұл қаламай тұрса, ол әрекет жасамау керек. Сүйген адам ол өзіңді де сүюі керек, сол кезде әрекет жасау дұрыс деп. Нұрсила, мен де сенімен келісемін. Сүйген адамны қорғау үшін екі жақтан да әрекет керек, және де әр сезімге нақты, батыл болу керек, және қоғамның пікірі деген нәрсеге мән бермеу керек деп ойлаймын. Мен Ұлболсынның сөзімен келісемін. Өйткені сүйген адамын қорғау үшін адам барлығын жасай алады, өз сөзін ашық айтып, және де батыл іс-әрекет жасай алады деп ойлаймын. Сүйген адамды қорғау үшін менің ойымша адамдар егер шын сүйсе, онда мысалы басқа елде тұрады или басқа қалада тұрады, қалалардан қалаларға көшіп келіп жатады, және сол себепті өз сезіміңді қорғау үшін менің ойымша барлығын істеуге болады. Мен тағы қоса кетсем, сүйген адамды қорғау үшін, яғни қазір біз байқасақ, бізде мынандай мақал бар ғой, үйлену оңай, үй бол қиын. Осы сұраққа осы жауап дәл келетін сияқты. Себебі біздің көптеген жас отбасылар бар, жастар бар, қосыла алмай қалған. Осы өздерінің бір-біріне деген сезімін қорғай алмағаннан деп ойлаймын. Жаңа мен айтайын деп жатқан Танырға әлеуметтік әділетсіздіктің ешқандай зияны жоқ деп, бірақ зияны оның үлкен, оның өзіміздің талдап жатқан шұғанның тағдыры да осының кесірінен болған болатын. Қоғамның пікірі адамның өмірін өзгерте ала ма? Менің ойымша, иә. Бұған мысал тағы да шұғаның белгісі. Ол деген адамның біріншіден жеке сезімі ғой, ол деген екі адам өз шешу керек деп ойлаймын. Ол қоғам, ол жай ғана бізді көретін, бізді шын бейнемізді көретін адамдар. Ал адамның өмірі ол өзінің тағдыры деп айтуға болады. Менің ойымша қоғамның пікірлері адамға әсер етеді, өйткені адамдар қоғамның пікірінен өз армандарынан, мақсаттарынан бас тартуы мүмкін. Өйткені ол сөздері адамға қатты тиюі мүмкін. Оған мысал шұғаның белгісін алуға болады, өйткені шұға ол жерде өз пікірінен сөзін айта алмай, қоғамның пікірімен жүріп айтты. Қоғамның пікірі адам өмірін өзгерте алады деп санаймын, себебі егер де сен қоғамның пікірін тыңдай беретін болсаң, қоғамның пікірімен жүретін болсаң, сен ешқашан өз өзіңді таба алмайсың деп ойлаймын.
қоғам адамды шұғаның белгісін алатын болсақ, шұғаның ата анасы қоғамның пікіріне беріліп, шұғаның жақсы көретін сүйген жігітін басқа елге жіберіп жібереді. Сол қоғамның пікіріне беріліп, ол баланы жаман деп санайды. Қоғамның пікірі шұғаның пікірінен де жоғары қойды. Сол себепті қоғамның пікірі өте маңызды деп ойлаймын. Люди существа социальный дегендей, әрине адам қоғамды тыңдайды, бірақ менің ойымша адамның өз ойы да маңызды, және егер сен өз бір нәрсені жасағың келіп тұрса, оны жасау керек деп ойлаймын. Әрине басқаларды тыңдау керек, бірақ олардың ойы ең басты деп ойлау менің ойымша қате. Иә, жаңа айтып жатқан, аружандар айтып жатқандай, жаңа теріс әсерін береді деп айтып Шұға өте жатсыңдар. көп тыңдап кетті. Шұға емес, оның ата аналары өте көп тыңдап кетті әркімнің сөздерін. Иә, бірақ кейде қоғамның сөзі де адамды жақсы жаққа өзгертуі мүмкін. Мысалы, теріс жаңағы мен осы әңгімені біраздан бері айтқым келіп жүрген, қазір түрлі арзан психологтар, коучтар дегендер толып кетті, өздерің байқап жүрсіңдер, әлеуметтік желіде толып жатыр. Олар жастарды қалай тәрбиелеп жатыр. Қазір ата-ананың жұмыс жаңағы балаларды обеспечивать етем деп жұмыс жасап, балаларға тәрбиесіне қарай алмай қалады да, сосын балалар бүкіл тиктокқа, әлеуметтік желіге кіріп кетеді. Ол теріс тәрбие беріп жатыр. Мысалы, қарап отырсаңдар, өз-өзіңмен бірге бол, қалаған жерінде білгеніңді істе деп айтады, ол нәрсе дұрыс емес. Сосын Бағила айтты, жаңа айтатын, қоғамның несі дұрыс деп, ол дұрыс емес. Дұрыс емес дедім, кешірім сұраймын. Кейде қоғамның кеңесі де адамды жаққа өзгертуі мүмкін. Мысалы, мен өзім басыма өткен бойынша, мен өте ұялшақ адам едім кішкентай кезде, вообще адамдармен араласпайтын едім, араласу, достасу деген нәрсені білмейтін едім, бірақ қасымдағы қыздардың, мұғалімдердің, жаңағы өмірде қоғамдағы адамдардың арқасында мен сол нәрседен айырылдым. Яғни адамдармен жақсы қарым-қатынаста мақал бар еді ғой, дұшпан жылатып айтады, досың, жоқ, наоборот, дұшпан күлдіріп айтады, досың жылатып айтады дегендей. Менің ойымша, қоғамның мнениесін, то есть ойын тыңдау керек, бірақ оған полностью беріліп кетпеу керек. Себебі адам қалай қабылдайды, солай өзі өзінің мнениесі де болуы мүмкін. Аха. Өзінің мнениесі де болуы мүмкін, және де қоғам всегда саған дұрысын айтпайды. Дұрыс. Қоғам оны қабылдауыңа байланысты. Адамның тағдырына басқалардың шешімі араласуы дұрыс па? Бұл сұрақ бізде болған сияқты. Иә, болған. Басқасын өте Біз басқа сұраққа өтеміз. Бұл сұрақ бізде болды. Шұғаның қайғылы тағдырының қандай сабақ алуға болады? Мен Шұғаның қайғылы тағдырынан кейін қоғамда адамдар екіге бөлінеді. Дұрыс жақ, дұрыс емес жақ, ол всегда. Және де ата-ана ол бізге өзінің тәжірибесі, өзінің шешімі арқылы дұрыс жол көрсеттім деп ойлайды. Ал қоғам болса адамдарды екіге бөліп қарастырады, бай және кедей. Ата-ана әрдайым өз баласына тек жақсыны қалайды, ата-ана өзінің баласы тек жақсы болғанын қалайды, әрине, бірақ кейде мысалы халықта сол Шұғаның белгісіндегідей өтірік өсек тартатын адамдар болуы мүмкін. Сол үшін әрине өзіңнің жақын достарыңды қарап жүру керек, олар қандай екен, олардың сөзіне сенуге бола ма, болмай ма дегендей. Және де Шұғаның қайғылы тағдырынан қандай сабақ алуға болады? Шұғаның қайғылы тағдырынан біз бай мен кедей арасындағы және де әділетсіздік туралы сабақ алуға болады. Ол жердегі әлеуметтік теңсіздік туралы және де сол дәуірдегі қоғамның пікірі деген сияқты қайғылы тағдырлармен көрсетуге болады. Мен өзім
бойынша айтып кететін болсам, мен Шұғаның тағдыры арқылы жұртты тыңдамауды, егер де мен шын адамды сүйіп тұрсам, ол үшін барын жасауды, қоғамның айтқанын тыңдамауды, мысалы, яғни сезімімді ашық білдіруді таңдар едім. Иә, Нұрсила, дұрыс айтасың. Қазіргі бұрыннан келе жатқан мынандай сөз бар ғой, қыз сүйсе қалады, жігіт сүйсе до конца барады деген. Мен сонымен келіспеймін, себебі бізге қыздарға шектеу қойып тастаған да. Ол бұрыннан келе жатыр, қазір де бар, прям қыздарға андай шектеу қойып тастаған, сен қыз баласың, сен олай істеме, сен қыз баласың, олай істеме, ол ұл бала оған болады. Неге қыз балаға ондай шектеулер қойылады? Себебі ұл мен қыз ол тең нәрсе деп ойлаймын. Екеуі де бала, екеуі де Адам. иә, адам. Егер де біз осы тақырыпты қайтадан талдайтын болсақ, ол болсын жарық жіберейін деп тұр барлық жерді. Бағила, ойланып болдың ба, әлде басқа сұраққа көше береміз бе? Жақсы. Қазіргі заманда махаббатқа қандай кедергілер кездеседі? Мен өз ойымды айтып кететін болсам, біріншіден жаңа айтып жатқанымызда қайталанып жатқан ол қоғамның пікірі, екінші ата-ананың қарсылығы, немесе махаббатқа ата-ананың араласуы, кейде мысалы бірін көрмеген адамдардың өзін үйлендіріп атастырып сөйтіп жіберіп жатады, ол да қате нәрсе. Сосын жаңа әлеуметтік желілердегі коучтар бір-бірін шынымен сүйіп қосылған жандардың арасында сезім сөніп жатса, одан бетер сөндіріп тастайды оның бәрін. Тағы басқа. Мен ойымша осы. Иә, Нұрсила, сенімен келісемін. Және де тағы да бір айтып кетпеген жайт, ол бала кезден атастыру, яғни салт дәстүрге беріліп кету. Қазіргі кезде әрине салт дәстүрді ұстану керек, және келешек ұрпаққа жеткізу керек, бірақ та кейбір салт дәстүрлер бар, который бізге қарсы келіп тұрады. Ол нәрселер дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалға, көбінесе болады ғой, кішкентай бала кезден атастырып қойған, бірақ уже өскеннен кейін басқа қызды немесе басқа ұлды жақсы көріп тұрғаннан кейін ол салтты қосып, соны іс-әрекетті жасайды. Менің ойымша бұл өте бұрынғы заманда қалған, және егер ата-ана өз баласын шынымен түсініп оны жақсы көретін болса, және ол кішкене жаңаша ойлайтын болса, ондайды болдырмайды деп ойлаймын өзім. Бірақ енді осы шығармаға келсек, әрине солай болды уже. Бірақ қазіргі заманда ондай болмайды деп ойлаймын өзім. Менің ойымша қазіргі заманда махаббатқа кедергі болатын ол ата-ананың пікірі, және де қоғамдық пікірі, және де материалдық жағдайлар болады деп ойлаймын. Және дұшпандар. Менің ойымша қазіргі таңда өте үлкен қателік десем болады ма? Ол Инстаграмда мысалы басқалардың қарым-қатынастарына қарап өзінде сондай болу, бірақ сен білмейсің ол қандай екен. Ол өтірік картинка болуы мүмкін. Және де қазір Бағила, кешірім сұраймын, қазір ұмытып қаламын, себебі қазір айтып тастамасам. Жаңа біз айтып жатырмыз ғой, ата-ананың мысалы пікірі, ата-ананың шешімі деп, кейде ата-ананың өзі іштей жаңа қоғам сезіп тұрғандай, адам танып тұрғандай ата-ана да танып тұрады, себебі олар бізден көбірек өмір көрген, по факту. Сосын олар біз оқып жүрген кітапты олар жас пыстаған, біз кейде розовый очки киіп аламыз да, адамның шын бейнесін көрмей, қате таңдау жасап жатамыз. Мен ойымша ата-ананың пікірі дегенде ең бірінші сөз ол өзіңнен болу керек, ең соңғы шешім ол өзіңнен, ең бірінші ол атаның сөзінен болу керек деп ойлаймын. Иә, келісемін. Қазіргі заманда махаббатқа кедергі келетіндер көп. Себебі сен сүйіп тұрған адамның басқа діннен болуы мүмкін, діннің кедергісі келуі мүмкін, және де сен сүйіп тұрған адам ата-анаңа ұнамауы мүмкін, сендер айтып кеткендей. Және де сен сүйіп тұрған адам басқа елден болуы мүмкін, или басқа андай айтады ғой, сен көрмеген жақтардан болуы мүмкін, сен сүйіп тұрған адам. Яғни бұның бәрі тең-теңмен, тезек қабымен деген мақалға келмей қалайын деп тұр, бұл жағдайлардың бәрі. Енді сұраққа өтетін болсақ, егер қоғам әділетті болса, Шұғаның тағдыры өзгерер ме еді?
мен өзім айтып кететін болсам, мысалы, жоқ, кешірім сұраймын. Адамдардың бір-біріне әділ болуы не үшін маңызды? Біріншіден, ол адамдардың арасында тұрақтылық пен жаңағы адамгершілікті келтіреді. Сосын адамдар бір-біріне жақсы көзбен қарайтын болады. Менің ойымша бір-біріне доверие болу және теңсіздікте болу это самая база, және де егер адаммен ұзақ және тұрақты қарым-қатынас тұрғызғың келсе, онда әрине бір-біріңе сенімді болу керек. Иә, келісемін. Әділ болу ол маңызды, және қазіргі кезде, себебі біздің ата-бабаларымыз жазып кеткен шығармалардағы іс-әрекеттер қайталанбас үшін деп ойлаймын. Әділетті болу ол қазіргі таңда адамгершілікті және де сенімділікті сақтайды, ал әділетсіздік болса ол адамның сенімсіздігін, адамгершілігін жою мүмкін. Қазіргі заманда бір-біріне әділетті болу маңызды деп санаймын. Себебі адамдардың арасында, өзінің достарының арасында өзіңді алдамау үшін, өзіңнің сөздеріне, өзіңнің ойыңа әділетті болу өзің үшін бірінші жағдайда жақсы болып табылады. Соңғы сұраққа келетін болсақ, бұл шығарма қазіргі жастарға қандай ой салады? Бұл шығарма қазіргі жастарға мынандай ой салады. Әркімнің өзінің ішкі түйсігі бар, әркімнің өзінің пікірі бар. Бірінші өз пікіріңді қолдауың керек, екінші ата-ананың Аружан айтып кеткендей. Және де бір-біріңе деген сенімділік ол ешқашан жоғалмау керек, соны бағалай білу керек деп ойлаймын. Және де айта кетсек, сен өзіңнің пікіріңді бірінші орынға қоюың керек. Қоғамның пікірін тыңдамай, өзіңнің пікіріңді бірінші орынға қойып, өзіңнің сезімінің артынан соңына дейін қалмай тырысу керек деп ойлаймын. Әрине, біздің ата-бабаларымыздың әр кітабында әр балаға өте үлкен ой қалдырады. Және де жалпы адамдар кітап оқыған кезде, олар біздің миымыздың ойынша, біз кәдімгідей сол историяның ішіндеміз, және біз как будто өзіміз соны прожили деуге болады. Мен екі тілді араластырғаныма кешірім сұраймын. Және де бұл шығарманың ең басты ойы бұл әрине әйел теңсіздігі, оны жойдыру керектігі, және де ата-аналардың әркімге сене бермеу, және сол деп ойлаймын. Өте үлкен ой, оны екі сөзде айта алмаймын. Шұғаның белгісі шығармасында ең алған сабағымыз ол әйел теңсіздігі, және де қоғам пікірін елемеу керегін, және де ол өз сөзіңді сенімсіз емес, сенімді сөз ретінде қою керек екенін түсіндік. Жаңа Бағила айтып кетті, сезім болатын болса, оның ізінен соңына дейін жүгіру керек деп. Мен ойымша ол дұрыс емес. Кейде сезімімізге ерік беріп, үлкен проблема тудыруымыз мүмкін. Бірақ өз шешіміңді, өз ойыңды бірінші очередке қою керек. Және бұл шығарма тек жастарға ғана емес, үлкен жаңағы ата-аналарға да бір үлкен ой салады деген ойдамын. Саналы ата-ана болатын болса егерде. Себебі ата-ана балалардың тағдырына араласып, олардың өмірін құртпауы керек. Соны түсіну керек. Яғни, осымен біздің тағы да ой толғайтын түсіріліміміз өз мәресіне жетті. Біздің талдап жатқан әрбір шығармамызды, айтып жатқан әрбір ойымыздан жақсы ой, жақсы пікір, жақсы түйістер деген ойдамыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана жүздескенше дейміз.